Балаларға көрсетпей арақ іше беруге болады. Не, ішкенде де орны бар. Аха, қандай орны? Өзі орны бар. Құранда 3-ші жәннатта, 4-ші жәннатта бұлақтар арақпен ағады. Құранда мынандай Алла Тағаланың аяты бар. Бота көз қыздар шелектеп әкеп, шәйнек кесеге құйып береді дейді. Жәннаттағы арақтың түсі ақ болады, мөлдір болады. Бірақ қанша ішсеңде мас қылмайды, денеңді балқытып отырады дейді. Ал мен жаңағыда айтқаным, ол арақты мысалы дәрі есебінде пайдаланатын нәрсе ол. Оны ішіп алып, жаңағыда кім арақты арам етеді? Алла Тағаланың адал тамағын кім арам етеді? Мысалы, шаршап келсең, жаңағыдегі сіздің ойыңызша енді арақ адал ғой. Ол адал, Алла Тағаланың берген адал тамағы. Өйткені оны кім арам қылады деп жатырмын. Бірінші, Құранды түсінбей оқитын молда арам қылады. Екінші, ішіп алып, бала шағаны, әйелді ұрып, жәбір көрсететіндер арам қылады. Үшінші, ішіп алып көшеде шығып, ел жұрттың мазасын алатындар арам қылады. Ал